Апельсин мен лимоннан лимонад жасаудың ең оңай жолын көрсетемін. Пайдалы, иммунитетті көтереді әрі міндетті түрде рецепті сақтап алып, жақын жандарыңызға да жіберіп қойыңыз. Алдымен апельсин және лимонды бөліктерге бөліп, ішіндегі дәндерін алып тастаймыз да морозилкаға пакетке салып 3-4 сағатқа қалдырамыз. Дәл осы жасалу жолы өте оңай және жақсы шырыны шығатын болады. Дәл осылай жасап көріңіздер. Сосын блендерге салып, лимон кислотасынан және қант саламыз. Қалауынша 500 граммдай үстіне су құйып блендермен езіп аламыз. Менде осы Nexer брендінің блендері өте жақсы және тиімді бағада Каспий дүкенінен алған болатынмын. Басқа да техникаларының барлығын қолданып жүрмін. Сапасы өте тамаша. Сіздерде алуға кеңес беремін. Парақшасын төменге қалдырын, парақшасынан кіріп қарап көрсеңіздер болады. Сосын блендерден өткізген массаға үстіне тағы да 3,5 литр су құйып аламыз да араластырып, ситодан өткізіп, осылай қалауынша мята қоссаңыздар болады. Шөліңізді басатын өте дәмді лимонад болды. Еңбегімді бағалап пікір қалдырып, лайк басып кетсеңіз қуанар едім. Ас болсын.